Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге Google платформасының жаңағы Google Диск және Google таблицы деген мүмкіндіктерін таныстырғалы отырмын. Мысалы, ол бізде көбінесе мұғалімдер қазір аттестацияда ұстаз KZ платформасына сілтеме жүктеу керек болып жатады. Сол кезде қажет болады. Жаңағындай күнделік KZ білім классқа егер кез келген жер сілтеме сұрайтын болса, сол кезде біз осы Google платформаның Google Диск қосымшасына жүгінсек болады. Ол үшін бізге өзіміздің Gmail аккаунтымыз ашық болса болғаны. Егер Gmail аккаунтыңыз болып, оның логин паролін білсеңіз, онда сіз Google Дискқа оп-оңай кіре аласыз. Және Google таблицамен де жұмыс жасай аласыз. Ал егер де Google жаңағындай Gmail аккаунтыңыз болмаса, онда менің каналымда, менің арнамда қалай Gmail аккаунтты ашу керек туралы видео ең бірінші қатарларында бар. Содан қарап көрсеңіздер де болады. Ал ендеше мен бүгін сіздерге жаңағы Google Дисктен сілтемені қалай көшіреміз, соны көрсететін болайын. Мысал қараңыздар, Google Chromeға кіреміз. Бұл Google Диск дегеніміз өзінің атында тұрғандай тек қана Google арқылы ғана іске асырылады. Өзіміздің аккаунтымызға кірдік, мінекей мына жерінде осындай домалақтың ішінде өзіңіздің аккаунтыңыздың суреті көрініп тұрады. Және де сол аккаунттың қасында осындай 9 нүктеден тұратын квадратик болу керек. Осыны басқан кезінде сіздерде Google'дың барлық мүмкіндік приложениялары көрініп тұрады. Осының ішінде Google Диск дегенге кіресіздер. Google Дискқа кіргенде сіздерге осындай парақшаларыңыз ашылады. Енді осы жерден сіздер создать деген батырмасын басу арқылы жаңағындай өздеріңіз дайын файлдарыңызды жүктесеңіздер де болады. Загрузить файл дейді. Мысалы, мен загрузить файлды жасап, кез келген бір мысал қымыжы дейді. 4-тоқсанның 2-ші сабағы дейді. Осы қымыжыны Google Дискқа жүктейтін болсам, документімді мінекей открыть деп басамын. Мінекей мына шеткі жағында, оң жағында шетінде маған загружен один файл деп келді. Және ол осы папкада деп. Осы папканың суретін басамын. Мен сол жаңағы қымыжыма Google Дискімнің ішінде тұрған қымыжыма келіп көрсетеді. Енді бұл қымыжы жүктелінді Google Дискқа. Енді мына тұрған 3 нүктені басу арқылы, болмаса мына жоғарыда тұрған батырмаларды басу арқылы сіз жаңағы қымыжыңызға доступ, яғни барлығына қол жетімді сілтемені ашсаңыздар болады. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін 3 нүктені басқаннан кейін біз мына жерде мінекей сделать доступным офлайн деген бар, информация о файле деген бар, систематизировать, поделиться, создать копию, переименовать, скачать, открыть с помощью дегендер бар. Енді осы жерде информация о файле дегенге кірсек, действие дегеніне кірсек болады. Действие дегеніне кірсек, бізге жанында осындай бет ашылады. Соның ішінде свойствоны басып, настроить доступ дегенді басасыздар. Осы жерде мінекей қараңыздар, өздеріңіздің аккаунттарыңызбен және общий доступ ограничен деп тұр. Бұны яғни басқа екінші адам сіздің бұл неңізді, документіңізді, құжатыңызды ешкім көре алмайды. Ал егер де сіз бұны все, у кого есть ссылка деп ауыстыратын болсаңыз, және де мына жерде читательді қалдырсаңыз, онда сіздің бұл құжатыңызды кімге сілтемені жібересіз, сол адам кіріп көре алады. Егер читатель болып тұрса, онда бұл мәтінді, бұл құжатты тек қана сіз ғана редактирование жасай аласыз. Яғни өзгерістерді тек өзіңіз ғана жасай аласыз. Ал қалған сілтемесі бар
оқырмандарыңыз тек қана оқып қана қояды ол құжатты. Егер сіз осы жерде читательдан комментатор, редактор дегенге ауыстыратын болсаңыз, онда сіздің құжатыңызға кез келген сілтемесі бар қолжетімді адам сіздің қымыжыңызға өзгерістерін енгізіп отыра алады. Енді қараңыздар, читатель болып тұра берсін. Мына жерде бізде копировать ссылку деген бар. Осы батырманы басасыздар, сілтеме көшіріледі, готованы басамыз. Енді осы шыққан сілтемені, жаңағы копировать ссылку деді қой, сол сілтемені сіздер күнделік кезетті қымыжларыңызға қойсаңыздар болады. Жаңағы ашық сабақтарыңыздың сілтемесі деген жерге қойып, QR кодтар алып жатсаңыздар, ол да болады, яғни бұның барлығы осы мой диск арқылы жасалынады. Енді келесі бір несі, тағы да Google-дың бір қосымшасы, ол бізде Google таблица, Google таблицасы да бар, және де біз жаңағындай опрос жасайтын осы 3 түрмен сіздерге қазір таныстырып өтетін боламын. Жаңағы таблица дегенді көрейік, создать деген батырманы басып, Google таблицы дегенді таңдаймыз. Енді бұл жерде қараңыздар, Google таблицайды таңдаған кезде, мысалы сіздерге бір кесте жіберіп жатады, болмаса сіздер бір кестені жинап, бір жаңағындай ақпарат жинап алуыңыз керек болады. Сіз егер сынып жетекші болсаңыз, оқушыларыңызға жіберіп жинап алу керек болып жатады. Сол кезде сіз осы Google таблицаны қолдансаңыз болады. Бұл жерде біз не істейміз? Мысалы, өзіңізге қажетті мына жерге шапканы жасайсыздар. Мысалы, нөмір қояйық, мына жерге номер қояйық, мына жерге аты жөні, туған жылы, мысалы, туған жылы, мына жерге сыныбы деге. Так, мына жерге мысалы жобаның тақырыбы деп жазайық, жобаның тақырыбы. Міне, осылай жазып, шапкасын жазасыздар, өздеріңізге қажетті. Бұл мен жай ғана мысал ретінде сіздерге көрсетіп отырғаным, сіздерге қажет шапканы жасайсыздар, шаблон жасап аласыздар, содан кейін осыны жаңағындай поделиться батырмасын басып, открытый доступ қылдырсаңыздар болады. Болмаса мына жерге настройка доступа деп тұр, мінеки жоғарғы жағында, осыны басып, требуется название дейді. Мысалы, бұған атау берейік. Қандай дейік? Жобаның тақырыбы, 2025 жыл жоба тақырыбы. Жоба тақырыбы. 2025 жыл жоба тақырыбы. Сохранить. Енді сақтаған кезінде маған мынандай бет тағы да шықты. Доступ. Все, у кого есть ссылка дегенді басамыз. Және де бұл жерде сіз тек қана оқып қана қоймайды. Сізге бұл жерге жазу керек. Сол себепті сіз редактор дегенді таңдап қоясыз. Редактировать могут все в интернете, у кого есть эта ссылка дейді. Дұрыс. Енді копировать ссылку деп готованы басамыз. Сол кезде осы сілтемені сіз жіберген кезде басқа жаңағы сілтемені алған адам мына жерге мысалы өзінің жауабын толтырып кете береді. Толтырғаны сізге көрініп отырады. Оны көру үшін сіз қайтып өзіңіздің Google дискқа кіріп, жаңағы таблицаңызды тауып аласыз. Мысалы, осы жерден доступ ашық, осындай адамның суреті пайда болады. Мысалы, мына жерлерде бізде доступ жоқ, бұнда ешқандай. Ал мынау адамның суреті бар жерлерде бұл жаңағы редактор несі бар, доступы бар, сілтемесі таратылған файлдар болып саналады. Енді келесі үшінші сіздерге көрсететінім, ол бізде жаңағы опросник. Мысалы,
сіздер жаңағы сілтемелеріңізді жіберіп, сол сілтеменің ішінде сіздерде мысалы анкетный сұрақтар болсын, тағы да басқа жазатын нелеріңізді сол жерде толтырып алсаңыздар болады. Мысалы, создать батырмасын басып, Google формы дегенді басайын. Міне қараңыз, Google форма ашылды. Енді осы жерде новая форма дейді. Бұл жерге біз мысалы дейік, қандай тақырып қойсақ? Жобаны бастадық па? Енді жоба дейік. Жоба 2025. Мына жерде вопрос без заголовка дейді. Сіз қай сыныпта оқисыз мысалы? Сіз қай сыныпта оқисыз? И мына жаққа нұсқаларын один из списка деген нұсқасы болады, несколько из списков, раскрывающийся список деген бар екен, сосын кейін текст строка немесе текст абзац дегені бар. Енді осы жерден біз один из списка дегенді таңдаймыз. Мына жерде вариант 1, вариант 2, вариант 3, өзіңіздің қалауыңыз бойынша сұрақтарыңызды толықтырып, жауаптарын қоя берсеңіздер болады. Вариант 7, 8, 9 дейік мысалы. Сіз қай сыныпта оқисыз? Один из списка. Обязательно вопрос дейді. Енді келесі сұрақты құру үшін добавить вопрос дегенді басамыз. Мына жерге мысалы сұрақты қояйық, Бұл жерге сұрақ қойғаннан кейін, бұл сұрақта өзі жазу керек болады, сондай жерін не істейміз? Мысалы, сұрақ қояйық. Сенің жобаң қысқаша жобаның қысқаша түсінігі. Жобаның қысқаша түсінігі. Енді бұл жерде біз мысалы текст абзац деп қойық. Болмаса текст строка деп қойық. Краткий ответ дейді. Яғни қысқа ғана сіздер нәушерге жауап бересіздер. Келесі бір сұрақты алайық мысалы. Мына жерде енді бұл жерде біз мысалы несколько из списков деген. Сен жобаны қорғауға дайынсың ба? Ал енді осы жерде біз бірнеше сұрақ дұрыс деп қоямыз. Мінекей, мына жерде мысалы вариант 1, толық дайынмын. Және келесі нұсқасы мысалы дайындық керек, кішкене дайындық керек. Енді бұл жерде бірнеше дұрыс жауабы дегеннен кейін бұл жерде ол таңдайтын болады. Бір немесе екі немесе үш деген нұсқаларды таңдайтын болады. Енді бұл бізде тесті емес, сондықтан да дұрыс жауабы мынау, бұрыс жауабы мынау деген нәрсе жоқ. Бұл анкетный данный болғаннан кейін сізге бұл жерде олардың қай нұсқасын дайындап, қай нұсқасын басқаны маңыздырақ болады. Енді үстіңгі жоғарғы жағында вопросы, ответы деген тұрады. Ответы дегенді басып, осы жерден жауаптарын көріп алсаңыздар болады. Енді бұл тест жаңағы анкета сұрақтарын дайындап болғаннан кейін опубликовать деген батырманы басамыз. Респонденты доступны по ссылке дейді. Мысалы, настроить дегенді бассаңыз,
Бұл жерде тағы да мінеке. Редактор доступ ограничен. Открывать контент по этой ссылке могут только пользователи, имеющие доступ дейді. Редактировать могут все пользователи в интернете, у которых ссылка. Яғни ссылкасы бар барлық адам бұл жерге редактор жасай алады. Мысалы, мына жерге де редактор деп қойып қойсақ, барлық нәрсені өзгерте алады. Негізінде мынау редактор дегенге жаңағындай доступ ограничен қылдыра салсақ болады. Себебі бұл жерде сұрақты өзгертіп тастауы мүмкін. Сондықтан да респондент все, у кого есть ссылка деп тұрғаны дұрыс. Готованы басамыз. Осыменен опубликоватты басамыз. Біздің тестіміз жарияланды. Енді осы жерден мінеке копировать ссылку для заполнения формы дегенді басып, сілтемені көшіріп жіберсеңіздер болады. Мына жерде сілтеме ұзын, мынаны короткий сілтеме қылдырып жасап, мына сілтемені көшіріп, қысқа сілтемесін жіберсеңіздер болады екен. Қараңыздар. Қазір қойып көрейік, не шығарып беретінін. Міне, сіз қай сыныпта оқисыз? Мысалы, 9-да жобаның қысқаша түсінігі. Яғни мына жерде жазып берем жоба жайында не? Сен жобаны қорғауға дайынсың ба? Отправить. Болды, жоба, ответ записан. Енді сіз мына жақта ответіға келіп, мінеке бірінші сіз қай сыныпта оқисыз? Жобаның қысқаша түсінігі, сен жобаны қорғауға дайынсың ба деген бүкіл сұрақтарыңызға расклад көре аласыздар. Сіздерге бұл видеом пайдалы болды деген үміттемін. Көбісі сұрап жатады, жекеге де шығып, чаттарда да сұрап жатады. Пайдаға жарасын деп осындай видео түсіруді жөн көрдім. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна, менің арнама тіркеліп, әріптестерімізге сілтемені таратуға ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.